Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізге ерекше қарапайым үйдегі бар азық-түлікпен жасалатын өте дәмді астың рецептімен бөлісемін. Ендеше тамағымыздың жасалу жолына кірісейік. Алдымен қырыққабаттарымыздың осындай басындағы қатты жерін пышақтың көмегімен ойып алып тастаймыз. Және қайнап тұрған суымызды үлкендеу ыдысымызға салып, барлық жеріне тиіп тұратындай етіп, сақырлап қайнап тұрған суымызды құямыз. 10 минутқа осы кескен жерімізді төмен қаратып 10 минутқа қоямыз. Мұны көріп тұрғандарыңыздай 10 минутта осылай қатты қырыққабаттың жапырақтары осылай жұмсарып, оңай алынады. Оны тәрелкелерімізге осылай рет-ретімен қоямыз. Бізге осы қырыққабаттың жапырақтары қазір керек болады. Орам жапырақтарын барлығын алып болған соң, біз салмасына кірісеміз. Салмасына бізге тартылған ет керек. Менде сиыр еті мен құйрық қосылған дайын тартылған ет бар. Үйден тартып қойған. Соны қостым. Және жуа, яғни пияз 4 бұрыш етіп турайсыздар. Және шала піскен суға күріш, татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Күрішті міндетті түрде шала пісіріп алыңыздар. Енді шай ішетін кесемізге, яғни пиалайымызға жаңағы орам жапырақтарымыздың қатты жерін пышақпен кесіп аламыз. Егер қатты жерін алмасаңыздар, сіздерге бүгілуге келіңкіремейді. Егер қатты жерін алып тастасаңыздар, онда ол майысады. Бізде сол майысатындай болу керек. Видеодағындай орам жапырақтарымызды бірінші салып, жаңа тартылған салмаларымызды, дайындап қойған салмамызды астына саламыз. Және алдын ала жұмыртқамызды пісіріп аламыз. Піскен жұмыртқамызды дәл ортасына қоямыз. Және жаңағы салмаларымызды шет жақтарына үстіне жаңағы нығыздап қойып шығамыз. Барлығы нығыздап қойған соң, ең астыңғы жағына жыртылған жаңағы орам жапырақтар болады, соларды астына қойып жібересіздер. Және соңында барып орам жапырақтарымызды осылай ораймыз. Ендігі кезекте бізге фольга керек. Фольганы осылай өздеріңізге керектей орауға жаңағы жететіндей етіп кесіп аламыз. Және осы кесемен аударған кезде ең астыңғы жағы астына қарау керек та, ең астыңғы жағы үстіне қарау керек. Дәл видеодағындай етіп істейміз. Және мантаваркаларыңыздың суын қайнатып қойыңыздар. Және ораған барлық орам жапырақтарымызды осылай мантаваркамыздың жаңағы листіне саламыз. Және тіс шұқышпен барлығын тесіп шығамыз. Енді қайнап тұрған суымыздың үстінен мантаваркамыздың қойып, қақпағын жауып қоямыз. Егер тесік болса, қақпақтарында мантаваркалардың, оның тесігін міндетті түрде жауып қоюға тырысыңыздар. 45 минут пісіріп аламыз. Біздің жаңағы тамағымыз дайын. Достар, айта кететін маңызды жайт, менде мұндай тапа, яғни сковородканың үстіндегі мантаварка болғаннан кейін, мен жаңағы астыңғы листына сковородкама жаңағы етімді пісіріп, картопымды салып, подливмен дайындап алдым. Ал сіздер, егер бұндай ыдыс болмаса, кәдімгі табаға, яғни сковородкаларыңызға қалауларыңызша гарнир қойсаңыздар болады. Болмаса осылай менікіндей етіп, алдын ала пісіріп, етпен жаңағы дайындап алсаңыздар болады. Енді мен сіздерге ашып көрсеттім. 45 минутта жаңағы керемет болып, балғын болып піскен. Осындай жылқының сүйегі бар етін, осындай сүйек салдым мен, картоптар салдым, және подливтің суын құйдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша, өз жаңағы фантазияларыңызбен дайындалсаңыздар болады. Гарнирге мысалға күріш пісіріп қойсаңыздар болады, пюре жасасаңыздар болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша.
осындай керемет ас болып шығады. Өте дәмді достар, жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды осындай ерекше дәмді үйдегі бар азық түліктеріңізбен жасап әрдайым қуантыңыздар. Қазір мен сіздерге осылай ортасын бөліп көрсететін болам. Ортасы осындай керемет болып шығады. Ішінде жұмыртқасы бар. Егер сіздерде бөдененің жұмыртқасы болса, оны да қоссаңыз болады. Мен кәдімгі тауықтың жұмыртқасын қостым. Осымен біздің тамағымыз дайын, ас болсын. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, міндетті түрде тіркеліп алыңыз, сонда мені жоғалтпайсыз. Алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісемін. Сіздермен болған Меруерт Оңғарбай.